Есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары. Бүгінгі хабарымызда әлемдегі ең ірі хедж қор Bridgewater Associates компаниясының негізін қалаушы, инвестиция салу мен әлемдік экономикада төңкеріс жасаған танымал инвестор, жаһандағы қор нарығы институтының негізін қалаушылардың бірі Рэй Далио туралы айтамыз. Рэй Далио шын есімі Раймонд Томас Далио 1949 жылы Нью-Йорктегі Квинс қаласында дүниеге келген. Ол 26 жасында 2 бөлмелі пәтерін сатып, Bridgewater компаниясын құрды. Компанияны 47 жылдан бері басқарып, оны жаһандық ұйымға айналдырды. Рэй Далионың әкесі музыкант, анасы үй шаруасындағы қарапайым әйел. Оның компания акциялары арқылы биржада табыс табуға қызығушылығы 12 жасында басталды. Ол алғашында Northwest Airlines компаниясы акцияларының әрқайсысын небәрі $5 сатып алды. Әрине, бұл тәуекелге толық адам болды. Дегенмен банкроттық жағдайда сатып алынған бұл акциялар кейін Рэй Далиоға 3 есе көп табыс әкелді. Өркениетті өзгерткендер. Мектеп қабырғасында Рэй Далио білім алуға аса қызығушылық танытпады. Дегенмен 12 жасында басталған акциялар арқылы табыс табуға деген құштарлығы арта түсті. Мектепте нашар оқыған Рэй Далиоға колледжге түсуге де оңай болмаған. Бірақ колледжді қаржы мамандығы бойынша үздік бітіріп шықты. Себебі ол қаржы саласына қатты қызықты. Осылайша өз кәсібіне деген ынта жігердің арқасында ол 1971 жылы Гарвард бизнес мектебіне түсті. 2 жылдан соң магистр дәрежесін алды. Содан соң Уолл-стритте аз уақыт жұмыс істеп, Bridgewater компаниясын құрды. Ол үшін Рэй Далио Нью-Йорктегі 2 бөлмелі пәтерін сатқанын айттық. Рэй Далио Bridgewater компаниясын жалғыз құрған жоқ. Бұл идеяны жүзеге асыру үшін ол өзінің досы Боб Скоттты шақырды. Сауда-саттық саласындағы ірі компания аяққа бірден тұрып кеткен жоқ. Бастапқыда компания дағдарысқа ұшырады. Сәтсіздіктер болды. Алайда өз мақсатына жету жолында Рэй Далио қателіктерінен сабақ алды. Қор нарығын, әлемдік алпауыт компаниялардың, тіпті мемлекеттердің әргі-бергі тарихын зерттеді. Мысалы, компанияның бастапқыда небәрі 3 қызметкері болды. Ол Рэй Далионың өзі, досы Боб Скотт және көмекші қыз. Осыдан соң барып 1975 жылы компания жұмысы қайта жанданып, даму жолына түсті. Рэй әу бастан өзге компаниялармен әріптестік орнатуға басымдық берді. Өркениетті өзгерткендер. Рэй Далио 1977 жылы Барбара Габалдонимен отбасын құрды. Бір қызығы жас жұп балайын сол кездегі кеңес одағында өткізді. Ондағы мақсат демалыспен қатар әлем нарығын зерттеу. Рэй Далио әлем экономикасының ерекшеліктері мен сол кездегі үрдістерді зерделеуге көп уақыт жұмсады. Осылайша ол экономика деген бір-бірімен біте байланысып жатқан мыңдаған тетігі бар машина. Сондықтан осы механизмнің барлық бөлшектерін, олардың жұмыс принциптерін терең түсіну керек деген қағидасын жариялады. Осы қағидаға негізделген жүйелі ақпарат негізінде Рэй Далио өз клиенттеріне Bridgewater Daily Observations атты нарыққа шолу жасайтын ақпарат түріндегі күнделікті талдау бюллетенін жібере бастады. Бұл болжам бюллетен әлі күнге дейін шығады және үлкен сұранысқа ие. Кім ойлаған? Bridgewater компаниясы әлемдегі ең ірі, ең табысты хедж қор. 2011 жылы Chief Investment Director журналы Рэй Далиоға инвестиция саласындағы Стив Джобс деген баға берсе, Time басылымы оны 2012 жылғы әлемдегі ең ықпалды 100 адамның бірі деп атады. Ал Fortune журналы Bridgewater'ды ақштағы ең үздік жеке компания деп атады. Компания активтерінің құны 2000 жылдардың өзінде $10 миллиард асты. 2004 жылы Institution Investor журналының Huge Fond 100 рейтингінде Bridgewater Associates 10-шы, 2005 жылы 2-ші орынды иеленді. Былтырғы мәлімет бойынша Bridgewater Associates активтері $124,3 миллиард жетті. Ал Рэй Далионың Forbes бағалаған байлығы $15,4 миллиард. 2017 жылы Рэй Далио Bridgewater Associates компаниясының бас директоры қызметінен кетті, ал 2022 жылдың қазан айында компания құрамынан түбегейлі шықты. Рэй Далионың еңбек және өмір жолындағы қағидалары қамтылған кітап әлемдегі бестселлер саналады. Оны дүние жүзі бойынша 150 миллионнан астам адам оқыған. Сіз білесіз бе?
Рэй Далио мектептер мен университеттердегі қаржылық оқыту бағдарламасының авторы және саяхатты жақсы көреді, экзотикалық жерлерге жиі барады. Ол жылдар бойы сирек автокөліктер мен суретшілердің картиналарын, тарихи және жәдігерлерді жинаумен айналысады. Қазір жасанды интеллект саласындағы стартаптарға инвестиция салып жүр. Рэй Далио қаржыгер ретінде экономика мен қаржы туралы құнды кітаптардың да авторы және қайырымдылықпен айналысатын жомарт жан, сондай-ақ экзотикалық жемістер өсіретін фермасы бар. Ол адамзаттың жер бетінде табиғатпен үйлесімді өмір сүруіне қатысты көптеген жобаларды қаржыландырады. Оның ішінде жануарларды қорғау, қоғамды ізгілікке тәрбиелеу, экология, инвестиция, кедейлікпен күрес, адами капиталды дамыту секілді салалардың жанашыры. Хабарды дайындағандар Дулат Абибулла, Бейбарыс Сәкенұлы, Еламан Әмірғазы, Қайсар Тұрмағанбет. Сіздер Қазақ радиосынан өркениетті өзгерткендер хабарын тыңдадыңыздар.